Сәлем, құрметті көрерменім. Осы видеода айтылатын топ 10 әдетті қалыптастыра отырып, бай адамдардың қатарына қосылыңыз әбден мүмкін. Бірінші әдет – ерте тұру. Бүкіл жетістікке жеткен миллионерлер әрқашан ерте тұруды әдетке айналдырған. Ерте тұру сізге қосымша уақыт береді, қосымша энергия береді. Мақсаттарыңызға жетуге көп мүмкіндік аласыз және күні бойы сергек жүресіз. Екінші әдет – таңертеңгі жаттығу жасау. Егер сіз таңертең ерте тұрдыңыз, жуындыңыз, кейін жұмысқа маужырап барсаңыз және солай күніңіз өтсе, ол сізге сергек болып жүру керек. Сондықтан таңғы жаттығу міндетті, ол көп уақытты алмайды. Шамамен 15 минут отырып тұру, секіру, жүгіру, денеңіздегі физиологиялық процесті қосу үшін, өзіңізді сергек сезіну үшін, бір күнде көп жетістікке жету үшін сізге міндетті түрде таңғы жаттығуды әдетке айналдыру керек. Табыс күнделігі. Жетістіктер күнделігін жазып жүру. Ол жерге сіз күнделікті кішкентай болса да жетістіктеріңізді жазып жүру керексіз. Осы бір күнде есіңізде не қалды, не ұнады осы күнде? Мысалы, бір жыл өткен соң оқығаныңызда сіз іштей қуанып қаласыз. Төртінші, кіріс пен шығындарды жазып жүру. Осы нәрсені әдетке айналдырсаңыз, ақшаңыз міндетті түрде көбейеді. Ақшаңыздың қайда кетіп жатқанын көресіз, қайда жұмсау керек екенін білесіз. Бақылауда ұстаудың бірінші қадамы. Егер сіз ақшаны басқара алмасаңыз, онда ақша сізді басқарады. Бесінші, оқу, кітап оқу немесе жаңа нәрсе үйрену. Бұны әдетке айналдырмаса болмайды. Қазір ақпарат заманы болғандықтан күн сайын емес, секунд сайын жаңа ақпараттар шығып жатады. Бұрын пайдалы болған ақпарат қазіргі кезде мүлдем керегі болмай қалып жатады. Сондықтан үйрену, біліп алуды міндетті түрде әдетке айналдыруыңыз керек. Оқу арқылы миыңызда жаңа нейрондар жолы түзіледі. Миыңыз дамиды, ойланып үйрену керек. Ойлану өмірде табысты болуға және бай болуға алып келеді. Алтыншы, жақын, жақсы көретін адамдармен сапалы уақыт өткізіңіз. Егер сізде балаңыз, күйеуіңіз, әйеліңіз бар болса, міндетті түрде сұраңыз, әңгімелесіңіз. Осы күні қалай өтті? Қандай қызық жағдай болды? Қандай жаңалық, қандай шешу керек проблемалары бар екенін міндетті түрде сұрап тұрыңыз. Бұл қарым-қатынастарыңызды жақсартады. Егер ара қатынастарыңыз жақсарса, онда өміріңіз одан сайын жақсы болады. Жетінші, әр күніңізді жоспарлап жүріңіз. Күніңізді жоспарлағанда сол күнді бақылауда ұстай аласыз. Алғашында қиындау болуы мүмкін әрине. Кейін ақырындап байқай бастайсыз. Қалай күніңізді жоспарласаңыз, солай өтетінін көресіз. Егер жоспарламасаңыз, күніңіз босқа өтті деген сөз. Күнді жоспарлау топ әдетке жатады. Өміріңізді 360 градусқа өзгертуі мүмкін. Сегізінші, жинастыру, яғни телефондағы артық ақпараттарды тазарту, жұмыс орныңызды жинастыру, үйіңізді жинастыру. Күнде жасаудың қажеті жоқ, аптасына бір рет жасаса да жеткілікті, немесе айына бір рет. Тоғызыншы топ әдет. Басқа адамдармен сөйлесу, коммуникация жасау. Әріптестермен, достармен, серіктестермен сөйлесу, әлеуметтік желі арқылы, кездесу арқылы, онлайн, офлайн мәміледе болу коммуникация араласуды жеңілдетеді. Сұрақтардың жауабын тиімді шешуге оңайырақ жетесіз. 10-шы соңғы әдет. Өміріңізді өзгертетін әдет ерте ұйқыға жату. Ең бірінші әдет бізде ерте ояну болса, ең соңғы әдетіміз ерте ұйықтау. Түнгі 12-ге дейін ұйықтауды әдетке айналдырыңыз. Түнгі 10:00-де ұйықтау тіпті керемет болар еді. Егер бірден ерте ұйықтау сізге қиын болса, күнделікті біртіндеп сол уақытқа келсеңіз болады. Түнде денеңіз физиологиялық қалыпқа келеді. Егер кеш ұйықтайтын болсаңыз, денеңіз қалпына келіп үлгермейді де, сіз келесі күн тұрғанда шаршап тұрасыз. Және сіздің сол күндегі өтімділігіңіз, тиімділігіңіз түсіп кетеді. Сондықтан сіз егер ерте ұйықтап, ерте тұрсаңыз, сіздің тонусыңыз жоғары болады.
өміріңіздің басқа сферасында өзгерістерге, жетістіктерге жете бастайсыз. Міне достар, осы топ 10 әдетті қалыптастырсаңыз, өміріңіз міндетті түрде керемет жағдайға, күшті жаққа өзгеретіні сөзсіз. Онда іске көшейік. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бұл деген сіздің маған айтқан рахметіңіз деп түсінемін.